Ассалаумағалейкум, құрметті бауырлар. Сізде, менде, жалпы бізде, қоғамда бәрімізде телефон бар. Мына подписчик дейді ғой, мына жазылым, адамдардың тіркелуі қаншалықты артқан сайын 10 мың, 20 мың, жаңағы 100 мың деген сияқты сол адамға тәкаппарлық береді екен. Атың шықпаса жер өрте дейді қазақ. Атың шықпаса жер өртенің дәл өзі болып жатыр біздің қоғамда. Неше түрлі жаңағы ақылға қонымсыз, мән мағынасыз әндер шығып жатыр. Сондай-ақ әлеуметтік желіде, TikTokта, Instagramда, YouTube'та да жаңа не істеп жатыр адамдар? Ойына келген істеп, балағаттық сөздер айтып, жалаңаштанып деген сияқты. Біздің қазақ өлімнен ұят күшті дейді да. Өлімнен ұят күшті дейді да. Ұят деген нәрсе біздің қоғамда кетіп қалған. Адамдардың басым көпшілігінен ұят кетіп қалған, ұятсыздар. Сізде телефон бар, тікелей эфирге шығасыз. Әлеуметтік желіде отырасыз. Сол әлеуметтік желіде отырған кезде ойыңызға келген нәрсені айта бермеңіз. Өзім білем деп, өзіңіз білмейсіз ешқашан. Өзім білем деп кез келген істей бермеңіз. Неге? Өйткені әрбір ісіміз үшін, әрбір сөзіміз үшін жауап береміз ертең Аллахтың алдында. Құдайдан қорқыңыздар. Иттақилла. Хайсума кунт. Пайғамбарымыз саллаллаху бір адамға өсиет қылған кезде, насихат жасаған кезде Құдайдан қорқ. Хайсума кунт. Қайда болсаң да деді. Қайда болсаң да Құдайдан қорқ деген екен да. Үйде боласың ба, көшедесің ба, сахнада тұрсың ба, қайда болсаң да Құдайдан қорқ деді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Құдайдан қорқыңыз. Істеген ісіңіз үшін, сөзіңіз үшін, адамдармен болған қарым-қатынас үшін. Өз әйелім ол, өз қатыным деп әйелін ұратындар бар, балағаттайтындар бар. Өзіңіздің әйеліңіз болса да, ол біреудің қызы. Оны кім жаратты? Құдай жаратты. Ол Құдайдың да бір пендесі, сонда сіз жауап бересіз. Аманат ретінде алдыңыз ғой, жауап бересіз. Тәкаппарлықтан Құдай сақтасын. Және де сол бір адам әлеуметтік желіде, интернетте, TikTokта, Instagramда ұятсыз нәрсені айтып жатыр, ұятсыз нәрсені істеп жатыр ма? Сіз оны басқалармен бөліспеңіз. Неге оны жарнамалап жатырсыз? Ешқайда бөліспеңіз. Керісінше ұстаздардың уағыздарын, пайдалы білімді, пайдалы насихаттарды неге достарыңызбен WhatsApp'тарда өзгелермен неге бөліспейсіз? Бірақ дәл сол жаман нәрсені, ұятсыздықты басқалармен бөлісесіз. Сол ісіңіз үшін де жауап бересіз. Сіздерге осы жерде бір нәрсе айтатыным, жаман нәрселермен бөліскеннен гөрі жақсы пайдалы заттармен, пайдалы дәрістермен, пайдалы уағыздармен, бизнеске қатысты, тарихқа қатысты, білімге қатысты, технологияға қатысты бір білімге, адамның дамуы үшін, өркениеті үшін жасалынып жатқан бір пайдалы ақпараттар көп қой. Соларды достарыңызбен бөлісіңіз. Жаман нәрселерді бөліспеңіз. Жауап бересіз сол үшін. Сондықтан осы жерде айтатыным, сіздердің ұстаздардың айтқан әрбір уағыздарына жаңағы лайк басып, жүрекше басып, астына пікір қалдырып, аккаунтқа дейді, парақшаға тіркелгендеріңіз ұстаздардың сол бір жақсы істерінің ары қарай кеңірек жайылуына көмектеседі. Сондықтан иншалла барынша жәрдем беріңіздер. Алла тағала баршамыздан разы болсын.